Видео таспа жүріп жатыр. Мынау бүгін 11 мамыр 2025 жыл. Түркістан облысының мынау облыстық жинақтау бекеті дейді. Областной военкомат қойын қазақша тілмен айтқанда. Мына жерде мына кісілердің балдары Чимкентте прописаны да. Чимкентте прописаны. Бірақ осында келіп қамап ұстап отыр дейді. Прописка Чимкентте. Бұл Түркістан облысының военкоматы. Осы мән-жайға шақырып отыр. Қазір 2 адамның да баласы Чимкентте прописка. Содан кейін кеше 8 күні 9-ына қараған түні Боранбаев Асылбек деген 2002 жылғы жігіт Атакент Мақтарал ауданының азаматын әкеп қамаған. Осы жерде 2 күн бойы жатқан сол аяғын күш қолданып военкомат қызметкерлері Мақтаралдың сол аяғын шығарып жіберген да. Мына жерде военкомат ол дене жарақаты бар адамды қабылдап 2 күн бойы ұстап отқан. Ата-аналар кеше осы Түркістанның қоғам белсенділерін шақырып, осы жерде резонанс тудырғасын шығарып беріп жібере салған. Осы мәселе халықтың жанайқай әскерге қалай жібереді? Міне ата-аналар отыр Чимкенттегі балдарын, сол жердің тұрғындарын Түркістан облысына ұстап алып келіп отыр. Бұл жерде или қалтасын толтыру ма, жоқ бір план толтыру ма, адам санын толтыру керек па? Қалай ол Чимкентте пропискада тұрған адамды осында алып келеді? Қазір қамауда отыр осында. Осы адамдарды заң аясында. Заңды ма сол осында келіп отырсыз? Сіздер айтқандарыңыз түсінікті. Қазір қосымша учаске қызметкерлері Біз патрульдік представление өздеріңізге. Масқара. Учаскелік полиция беріп келші. Жоқ, патруль шақыршы. Мына жерде енді көріп тұрсыздар ғой міне. Мынау Түркістан облысының мынау жинақтау бекеті дейді. Чимкент қаласының 2 тұрғыны қазір шағымданып отыр. Чимкент қаласының тұрғындарын осында алып келген. Бұл план толтыру ма? Басқа қаланың тұрғындарын Түркістан облысына қатысы жоқ адамдарды осында ұстап отыр. 8-нен 9-на қараған түні мына Мақтарал ауданы Атакенттің Асылбек деген жігіт, Боранбаев Асылбек деген 2002 жылғы жігітті жұмысынан мойкіден алып кеткен да. Оған дене жарақатын саған, сол военкомның қызметкерлері дене жарақатын саған, сол аяғы осында алып келіп дене жарақаты бар адамды осында қамап ұстап отқан ғой 2 күн бойы. Кеше қоғам белсенділері келгесін резонанс туғаннан кейін шығарып жібере салады. Бұл не деген таңдай су бұл? Бұл не кәдімгі жабық түрме ма? Неге айналып бара жатыр Түркістан облысында? Мынандай жері кесілген, кеше жоқ түнде келіп көрген. Мынандай жері кішкене сызық болып тұр. Не болды, не болсам ешнәрсе мама жүріп алғам деді. Кеше түндегі мен келгем, баламен кездескем, онда жоқ. Онда жоқ. Волкамен шыққан, бүгін рубашкамен жауып шығып тұр ғой. Балаңыздың аты жөні кім? Нұрмахамбет Қайырген, негізі Чимкентте прописка деміз да. Чимкентте прописка. Бір үйдің бірақ баласы асыраушымыз сол. Папасы болса жағдайы нашар. Мына кісілердің шағымын видео жетонға түсіре берсеңіздерші мырзалармен. Видео жетон. Түсіп тұр ма? Мына жерде Чимкент қаласының тұрғындарын осында жалғыз бұл емес. Мына жерде тағы да мына қарындасымыз тағы да отыр міне. Мына жерде 8-нен 9-на қараған түні Боранбаев Асылбек деген 2002 жылғы Атакент келдіңіздер ма? Соны военкомдар ұстап Мақтаралдың дене жарақатын саған дейді. Өздерінің айтуы бойынша сөйтіп осында 2 күн қамап ұстап отырған. Кеше қоғам белсенділері келгеннен кейін моментально шығарып берген. Оның сол аяғында дене жарақатын алған туралы райондық больницада, модульный больницада ушиб болды. Оның бәрі дәлелденіп тұр. Ал енді солар бүгінгі күні бізге жанайқайын жеткізіп, әскерге жарамсыз баламыз деп айтып отыр да. Ал енді бүгін мұнда келсек, Чимкент қаласының тұрғындары, балдары Чимкент қаласында прописаны. Бүгін айтып отыр, қарындасым бері жақындайсыз ба? Мына қарындасым айтып отыр, кеше балам келгенде сау тұғын дейді. Бүгін жетақ қолында жырылған бар көріңіздер. Рубашкасымен жауып тұрғынды. Білмеймін. Қалай бұның ішінде не отқан біз қаяқтан білеміз? Адам жатта досыма келген. Машин адамсыз. Міне баласы қолына жарақат саған айтып отыр да, кеше жоқтығын дейді. Баласы Чимкентский пропискасы. Ішінде қамаулы отыр ғой. Аты жөнін алып, қазір выяснить етпейміз. Оперативный группа шығарып ғой. Не мынау? Жетке тұрайық артқа қарай. Учаскелік полиция біреу келдірші, біреу. Бері келдірші. Жүр. Осының ішінде ма? Көрсейікті мына, может, балдарын алып кетіп бара жатқан шығар, мырзалар.
көрейсің ма іштегі? Танитын шығар, ә? Жоқ, бұны ешкім тоқтатамайды. Не рұқсат? Баланы ұрлауға рұқсат бар ма не? Ұрлап жатқан жоқ. Жоқ қой енді чемпионаттың профессияны адамдар осында тығып отыр деп отыр ғой. Ну что сопровождение? Не? Жалардың ойларын қарашы. Ішінде бір көресіз бе? Ішінде жұмыс. Қазір кесін, опергруппа кесін қазір. Балдардың аты жөнін алайық та, балам неғып тұрып жұмыс істеп. Қазір мынау пойызға мінеді. Аты жөнін алайық, балдар қайықта сұрайық. Пока не поздно, тоқтатайық егер салып жіберсе. Біз жылдам жұмыс істейік та заң аясында.